Келесі жылы даңқты диқан Шығанақ Берсейіптің туғанына 140 жыл толады. Шығанақ туралы көптеген белгілі адамдар, ұлы адамдар материалдар жазған. Мысалға, немістің ұлы ақыны Бертольд Брехттің поэмасы бар. Қазақ әдебиетінің классиктерінің бірі Ғабиден Мұстафиннің романы бар, Шығанақ деген. Кезінде марқұм Мұхтар Арында үлкен еңбектер жасап, атын шығарудың амалдарын жасап еді. Осындай істер болды. Енді Шығанақ туралы материалдар аз емес, жалпы алғанда. Енді мына облыстық кітапхана Бәйішев атындағы қазіргі жағдайға байланысты онлайн режимінде көптеген жұмыстар істеп жатыр екен. Соның бірі осында Шығанақтың өмірі мен қызмет туралы хабарлар беру, таныстыру оқырмандармен. Осы үлкен ризалыққа келеді. Шығанақ туралы материалдар меніңше аз емес, жазылған. Кітапханаларда жеткілікті. Шығанақ енді ол жалпы өзі мәлім адам ғой енді. Мына Абайда толық адам деген концепция бар. Сол толық адамның еңбектегі көрінісі Шығанақ болып табылады. Ол әлемге белгілі адам. Сондықтан мына оқырмандардың Шығанақтың өмірі туралы, қызмет туралы білгендері дұрыс. Бұл өзі адамгершілікті, кісілікті, елдікті еске түсіретін ұлы адамдардың бірі деп есептейміз. Сондықтан осы кітапханаға табыс тілейміз, оқырмандарға жеткізу жөнінде жасап жатқан қызметтеріне үлкен ризалықпен табыс тілейміз.